Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасау үшін бізге сүзбе қажет болады. Оның үстіне сары майымызды саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Шым тұзымызды саламыз. Одан кейін ванильді қантымызды саламыз. Енді барлығын силиконды күрекшемен араластырамыз жақсылап. Немесе қолмен араластырсаңыздар да болады. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Сүзбе мен май бір-біріне толықтай араласып сіңуі қажет. Енді електенімізді өткізу арқылы қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ұнымызға қопсытқышымызды да қостым. Енді силиконды күрекшемен араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырымызды сеуіп екі бөлікке бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бөліп алған бөлігімізді қолымызбен форма беріп, оқтаумен жаятын боламыз. Жайып алған қамырымыздың артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Енді кезекте печеньеміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қантымыз қажет болады. Қантымызды сеуіп, оның үстіне кокосовая стружкамызды салатын боламыз. Салып болғаннан кейін жақсылап қолымызбен орап шығамыз. Осы дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 20 минут пісіріп алдық. Осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Печеньеміз нәзік әрі өте дәмді болып шықты. Ас болсын. Рахмет.